Аңару. 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 Не? Ей, қайтар телефон, не үшін алдың? Қойш, сен онсыз да одан бас алмайсың ғой. 1 минут телефон өткізе аласың ба? Бүкіл өмірім осы телефонмен өтетін болды ғой. Кейде өзіме сұрақ қоямын. Егер мен осылай телефонға қарап отыра берсем, менің өмірім қалай өтеді? Бәлкім, ертең өзгермейтіндей көрінеді. Бәрі қалыпты, күндер өтіп жатыр. Мен де солай жүріп жатырмын. Бірақ бір сәтке тоқтап ойланып көрсең, уақыттың қалай өтіп кеткенін байқамай қалғанын түсінесің. Басында бұл жай ғана әдет сияқты еді. Телефонды ашу, уақыт өткізу. Мен оны мәселе деп те қабылдамадым. Кейін байқадым. Мен телефонды жиі қолыма аламын. Тіпті себепсіз, бос отырған кезде, ойланғым келмегенде, өзіммен жалғыз қалғым келмегенде. Телефон маған тыныштық беретіндей болды. Бірақ сонымен бірге уақытты да білдірмей алып жатты. Кейде өзіме бірнеше минут қана деймін, ал шын мәнінде 1 сағат өтіп кетеді. Күн аяқталады. Ал мен сол күнде не істегенімді еске түсіре алмаймын. Сол кезде бір ой келеді. Егер осылай жалғаса берсе ше, егер менің өмірімді байқамай өткізіп алсам ше, өмір қатты дыбыспен кетпейді, ол жай ғана өтеді. Тыныш, көзге көрінбей. Негізгі мәселелер телефонда емес. Мәселе менің одан қашуымда. Шын өмірден емес, өз ойымнан қашуымда. Егер мен үнемі экранға қарап отырсам, дәл қазір болып жатқан сәттерді жіберіп алуым мүмкін. Кішкентай нәрселерді, нағыз сезімдерді. Бір күні артыма қарап, уақыттың өтіп кеткенін көру ең қорқынышты шығар. Сондықтан мен өзіме бір шешім жасап келемін. Бірден емес, ақырындап. Өмірді тек бақылап қана қоймай, оны сезінуде. Телефонды емес, осы сәтті таңдауда. Мен өмірімді телефонның ішінде өткізгім келмейді. Экранға қарап отырғанда уақыт тоқтамайды. Өмір өтіп кетеді. Сондықтан мен қарап қана қоймай, шын өмірде өмір сүргім келеді.